Қарақалпақстанның кең сарғыш реңлі шөллерінде біраз ұмтылып бара тұрған бір естелік бар. Шылпық қала. Мыңлаған жылдар алдын бұл жерде өмір қайнап тұрған. Оның атрапында болса жауынгерлер, саудагерлер һәм апайы адамлар жасаған. Зардүштілік дәуірінде түрлі мәресімлер өткерілген. Бірақ Шылпық қала бұл тек таслар һәм топырақтан құрылған апайы орын емес. Бұл өтміштің хавазы, Қарақалпақ халқының тарихи қазинесі. Бұл қорған хатты Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік гербінінде орын алған. Оның қаншелі дәрежеде ахметлі естелік екенін бұл мағлұматтан да түсінуіңіз мүмкін. Бұл Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік гербі. Онда таңғы құяш, дария һәм адырлер, Апсанауи Құмай құсы, Қарақалпақстан һәм Өзбекстан мемлекеттік байрақлары, пахта, бидай һәм Шылпық қала суретленген. Қарақалпақстан тарихында Шылпық ахметлі рөл ойнайды. Оның жасы соншелі ұлы. Бұндай естелік қалайынша қазірге шекем сақланып қалған екен деп ойлауыңыз таби. Неге айне Шылпық қаланы мемлекеттік гербте көреміз? Ол Қарақалпақстан үшін соншелі ахметлі естелік пе? Оны дәулер құрғаны рас па? Сұраулар көп. Біз болса зардүштілікте ахметлі естелік есапланған Шылпық қала сырларын бүгінгі санымызда үйреніп шығамыз. Бұл айдың жойбары. Мен Исламбек, басладық.